Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Егер әлемде 7 миллиард әйел адам мен жалғыз ғана ер адам қалса не болады деп ойлайсыздар? Ол туралы бүгінгі шығарылымда айтатын боламыз. Ал сіздер каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Айта кететін болсақ, бас кезінде көп өзгерістер болмайды, бірақ жайлап сіз оны сезіне бастайсыз. Мысалға, ерлерге арналған жарнама роликтерін көрсетуді тоқтатады. Оның орнына әйелдердің тауарларын жарнамалайтын болады. Айтарлық бұрынғы көрсеткен сыра жарнамасы косметика сатуға арналған жарнамаға ауысады. Бірақ бұл ең маңыздысы емес. Барлық әлемді қинайтын сұрақ ол бала туылуы. Ғаламшарда жалғыз ер адам қалған сәтте ең басты сұрақ осы болады. Күн сайын әлемде шамамен 150-160 мың адам қайтыс болады. Яғни шамамен 120-130 жылда ғаламшарда толығымен адамзат жойылады. Мұндай болуы мүмкін емес дейтін шығарсыз. Бірақ жалғыз ер адам халық санын көбейтуге өз үлесін қоса алады. Мысал ретінде Шыңғыс ханды алуға болады. Оның тек қана жаулап алу мен соғыстағы жеңістерінен бөлек көп ұрпақ таратқаны белгілі. Статистика бойынша Шыңғыс ханнан 16 миллион ер адам тараған, ал оның өлімінен кейін ұлдары мен немерелері қолбасшының ұрпағын таратқан. 2003 жылы ғалым Тайлер Смит әлемнің 60% чингизиттер деген шешімге келген. Орта есеппен ер адам күніне 8 әйел ұрықтандыра алады. Яғни соңғы ер адам бір жыл ішінде 3000 баланың әкесі атана алады. Мұндай сценарийді ұстанатын болсақ, әлемдегі халық санын қалпына келтіру үшін 100 000 баланың әкесі атану керек, ал ол үшін 30-35 жыл уақыт керек. Аз уақыт емес әрине. ДНК мәселесі. Әлемдегі балалардың барлығында бір әке болғандықтан олардың ДНК-лары бірдей болады. Ал бұл балалар өсіп ұрпақ тарата бастаған кезде әртүрлі ауруға шалдыққан балалар дүниеге келеді. Бірақ уақыт өте келе әрбір жаңа ұрпақ сайын денсаулықтары түзеліп қалпына келеді. Біз басты сұрақ бала туылуы жайлы қарастырдық. Ал тағы қандай өзгерістер бола алады? Біріншіден, мемлекет арасындағы қақтығыстар азаяды. Себебі барлық басқарушы лауазымдарда әйелдер болады. Ал саясаттағы әйелдер ер адамдарға қарағанда жұмсақтау болып келеді. Мұндай сценарий бойынша соғыстар саны өте төмен деңгейге жетеді. Ал мемлекет ішіндегі жағдай қалыпқа келе бастайды. Бұзақылық деңгейі азаятын болады. Бірақ ер адамдардың мамандықтары мүлдем жоғалып кетуі немесе үлкен өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Бірақ әйел адамдардың тапқырлығымен бұл проблемалардың да шешімі табылады. Ал бүгінгі шығарылым соңына жетті. Бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.